Bir дәптер 50 теңге тұрады. 1, 3, 4 және 6 дәптердің бағасын есептейік. Кестеге қараңыз. Дәптерлер саны мен бағасының арасындағы қатынасты білдіретін функция осы кесте арқылы берілген. Тікбұрышты координаталар жүйесінде кестедегі дәптерлер санының сәйкес мәндерін абсциссалары, ал дәптер бағасының сәйкес мәндерін ординаталары деп алып, оларды нүктелермен кескіндейік. Егер дәптердің бағасы 50 теңге болса, онда біз 1, 50 нүктесін белгілейміз. 3 дәптердің бағасы 150 теңге болғандықтан, біз 3, 150 нүктесін белгілейміз. Дәл осылай координаталар жүйесінде қалған 2 нүктені белгілейміз. Сонымен біз 4 нүктені белгілеп, шамалар арасындағы тәуелділікті көрсететін графикті сызаламыз.